Түн ортасы. Ай сұр бұлттардың ар жағында қалқып тұр. Айым терезе алдындағы үстелге сүйеніп, дәптеріне сурет салып отты. Ол әрқашан қара түсті сиямен, қара қарындашпен сурет салғанды қатты ұнататын. Бүгін ол ерекше кейіпкерді бейнеледі. Сүйкімді, бірақ көзінде тұңғиық бар, қорқынышты Куроми болатын. Тәтті, бірақ жаман мінезді қыз деп күбірледі айым, суретке қарап. Сағат тілі 3-тен 3-ті көрсеткенде бөлмеде суық жел пайда болды. Терезе жабық болса да, перде баяу тербеле бастады. Қаламы өздігінен дәптердің бетіне түсіп, өздігінен қозғалып бір нәрсені сыза бастады. Айымның көзі шарасынан шыға жаздады. Қалам өзімен өзі суретті толықтырып жатты. Куромидің көзі үлкейіп, қара бояумен толды. Ал аузы кенет еніп, бетінде жан түршігерлік күлкі пайда болды. «Рахмет, мені аяқтадың», деген сыбыр естілді. Дауыстың қайдан шыққанын түсіну мүмкін болмады. Айым артына бұрылғанда, үстел үстіндегі сурет жапырақтай дірілдеп, сосын суреттен бір нәрсені көрсетті. Кішкентай қара мүсін, қызғылт бас киіміндегі сүйкімді құлақтар. Бірақ көзі тірі адамның көзі болмады. Тірі адамның дегенде, тірі жанның. Қара, терең, жылт-жылт еткендей шұңқырдай болатын. «Сен Куроми?» деді айым дірілдеп. «Е, сен мені шақырдың, енді ойнаймыз», деді ол баяу, тістері арасынан күлкі шығып. Кенет жарық сөнді. Бөлменің ішін әлсіз күлкі толтырды. Телефон экранында бір сәтке жазу пайда болды. «Сен менің әлеміме кірдің. Енді мен сенің суретіңде өмір сүремін». Ертесіне айымның анасы бөлмеге кіргенде, үстелде ашық дәптер жатты. Ал онда Куромидің суреті бар болатын. Бірақ бір айырмашылығы, Куроми суреттің ішінде жалғыз болмады. Оның қасында айымның суреті пайда болды. Екеуі де бірге күліп тұрды.